Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Берекелі бейсенбіде біз міне тағы да бір кейіпкерімізге келіп тұрмыз. Есімі Жансұлу. Күйеуі қайтыс болып кеткен, 3 жыл болған екен. Енді тағдырын өз көзімізбен көрейік, өздеріңіз де көріңіздер. Ішке кіріп көрейік қазір. Сәлеметсіз бе? Жансұлусыз ба? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сіз іздеп келдік өткенге хабарласқаннан кейін. Осы жерде тұрасыз ба, пәтер жалдап тұрасыз ба? Ішке кіріп сөйлесеміз. Қатты қиналдым. Өте қатты қиналдым. Енді маған берген тағдыр ешкімге бермесін деп ойлаймын. Сіздің ауыр тағдырыңызды ешкім түсінбейді. Сондықтан бізге баяндап беріңіз, не жағдай болып еді? Жағдай болғанда сол 2020-да жолдасым қайтыс болды. 2020-да жолдасым қайтыс болды. Осындай болып қалды, енді басқа амалым жоқ. 3 балам бағуға тура келіп тұр енді. Неден қайтыс болды жолдасыңыз? Сол давление кетті, давление. Денсаулығы болмады ғой? Денсаулығы болмады. Жүректен сол шығыс екі жақтан таптым. Жүректен кеткен, екі үйдің ортасында қайтыс болған, сол жерде отырып қайтыс болған. Далада қайтыс болған? Далада қайтыс болған. Далада қайтыс болған. 5 күннен кейін как раз 23-ші шығып кетті үйден, 28 күн таптым. 5 күн майда шығып кеткен, туған күніне қарсы шығып кеткен. Қатты қиналдым. Өте қатты қиналдым. Енді маған берген тағдыр ешкімге бермесін деп ойлаймын. Қатты қиналдым, бірақ кеткен кезінде қатты қиналдым. Не істеймін? 3 балам бар. Қайтемін, сол 3 бала үшін өмір сүрем. Басқа малым жоқ. Шын айтам, түкке малым жоқ. Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? 8 жыл. 9 жыл болады осы неде. Өтіп кеткен 8 мартта 9 жыл болады. 8 жыл өмір сүрдім. Әкесін іздей ме? Іздейді, қатты іздейді. Не жауап? Не жауап айтқанда, екінші ағамды қатты күрсілдеп, қатты құшақтап күрсілдейді. Алла тағалаға, енді жақсы адам болғаннан кейін алып кетті, не істеймін? Жұмыс істеп жүрмін, жетпейді. Нем бар жағы, кредитім бар, жетпейді, түкке жетпейді. Көмір аласың, оған жетпейді, тамақ аласың, оған жетпейді, ештеңе жетпейді. Артатсың болады, аш қалатын кезде болады, бәрі де болады. Балаларым жылатын кезде болады, қалдырып кетемін. Түннің кезінде қазайкім айтады, неге қалдырасың дейді. Қайтам енді. Ақша тауым керек. Мыналар жылайды, подарка жегісі келеді. Bir баладан bir бала қалғысы келмейді. Басқа малым жоқ. Қарайтын адам жоқ басқа. Үйге отырады, бәрін беріп кетемін. Тасап кетемін, осы алдарыңа қойып, мына жерде тұр, нандарың бәрін деп кеш таман тастап, 1 сағат болсын, сұранып кетемін бастықтардан. Мусорда жұмыс істеймін. Тазалықта жұмыс істеймін. Думанда істеймін, жұмыс. Енді айлығымыз жетпейді, 50 мың теңге, 50 мың алам, жетпейді. Мемлекеттен көмек аласыз ба? Мемлекеттен только пенсияны, пәтерлік коммерция алам болды. Басқа ештеңе алмаймын. Айыспанымды үсіп тастады. Бауырларыңыз, әкпелеріңіз көмектеспейді ме? Бәрінің отбасы бар, өзінің отбасы бар. Жеңгемде ренжіме, ешқандай ештеңе көмектесе алмаймын деді. Қайтем еді, не істеймін? Тек қана бір баспанам болса деп арманым сол болып отыр, басқа ешқандай арманым жоқ. Қосымша жұмыстар істегенде аяқ астынан жұмыстар шығып қалады, сонда істеймін. Посудомойшы, біреулер тойға шақырады 5 мың теңгемен, сондарға шығамын. Балаларды жеке тастап кетіп уайымдайтын кезіңіз болады ма? Болады. Ол болады.
ол мысалға түнделетіп мысалы бір кафе шығып қалады, посудомоечный жаңағы ондардың кезіне кейін іздейді, барам жуам, тастап кететін уақытым да болады. Хозяйкам қаншама қорқытты, мен сен видеоға түсіре беріңіздер, мен не істеймін енді. Үй суық қой. Суық қой, не істеймін енді. Кеш тамағына жағам, тоғы жетпейді. Үй суық. Балалардың өзі міне бәрі сұрайды, жаңағы үйіңе от жағып жатсың ба, не қылып жатсың сұрайды. Енді алдап қоя салсың да жағып жатыр, не істеймін басқа, кімнен сұрайды? Аязды күндерде отын аз, отын алайын десеңіз ақша жетпейді. Жетпейді. Сол түнгі сағат 3-4-терде аяз қысады ғой. Сол кезде тоңып жылайтын кездеріңіз болады ма? Болды. Оның бәрі болды. Тоңып жылайтын кезімде болды. Енді істен көрпең аса тығылып, жаңағы балаларымды қалың киіндіріп жатқызам. Шыдаңдар енді. 40-на шыдаңдар, 41 шыдаңдар дейді. Басқа амалым жоқ. Қатты қиналып кеттім. Білмедім, не істеймін. Ит те баласын туса да не қылып ұстап жүреді ғой. Қайтем енді, не істеймін. Өлейін десем балаларымды қимаймын. Балаларым қалып қалады жолда. Кімге не қылам, кімге айтам? Құрметті көрермендер, міне мен қазір сырт киімді де шешкен жоқпын. Оны сіздер дұрыс түсінеді деп мен ойлаймын. Себебі үйдің іші өте суық. Кәдімгідей міне тоңасың, мына пешке от жағамыз дейді. Бұны үнемдеп, отынды бір-ақ уақыт жағады екен. Мына пештің үстін қараңыздаршы, мынадан ыс шығады ғой. Мына үйде қамқор болатын бір еркек жоқ, жолдасы қайтыс болып кеткен. Мына ыстан тіпті уланып кетуі мүмкін. Қазір маған ыстың иісі келіп тұр. Аядай ғана 2 бөлмеде тұрып жатыр, пәтер жалдап. Жансұлу, жан-жараңызды түсініп тұрмын. Енді бізге осы біздің көрермендерден, мейірімді адамдардан, жанашыр жандардан көмек сұраудан басқа амалымыз жоқ. Сізге сол кісілер көмектессе деген үміт артамыз. Рахмет сізге. Құрметті жанашыр жандар, көмектесіңіздер. Не айтам басқа? Көмектесіңіздер, өтінем. Сіздер халықтан көмек сұрағаннан басқа амалым жоқ. Көмектесіңіздер, өтінем сіздерден. 8-771 446 81 86. Кім деп шығады? Жансұлу А деп шығады.